Забур жырлары бірінші тарауда бақытты адам және тағы 3 түрлі адам туралы айтылған. Олар құдайсыздар, күнәқарлар және мазақтаушылар. Олар бірге болып, бірге жүріп, бірге отырады. Оларға қарағанда бақытты адам жалғыз болады. Бақытты адам күні түні оңаша отырып, Құдай сөзі туралы оқып ойланумен болады. Забур жырлары 1 тарау 3 аят. Осылай өмір сүргендер су жағасындағы ағаштай мерзімінде жемісін беріп, жапырақтары семіп қалмайтын табысты өмір сүретін болады дейді. Бірақ Забур жырларының 3 тарауын оқысақ, солай болмайтындай көрінеді. Қызық емес пе? Забур жырларының 3 тарауы Дәуіт патшаның өз ұлы Абессаломнан қашып жүрген кезінде жазған жыры екен. Жыр былай басталады: «Уайым, жауларым сонша көбейді, көп адам маған қарсы көтерілді». 1 патшалық кітабында жазылған тарих бойынша шынымен сол кезде көптеген адамдар Дәуіт патшадан бас тартып кетіп, Абессаломның жағына шыққан еді. Олар құдайсыздар, күнәқарлар мен мазақтаушылардың жолына түскен жағдай болған. Керісінше Дәуіт патшаға ерген адамдар аз ғана болған екен. Дәуіт өзін жалғыз қалғандай сезінді. Сонда Дәуіттің істей алатын ісі тек Құдайдың сөзі туралы ойланып, соған қуану ғана еді. Сондай қиын жағдайда оған қуаныш берген бір нәрсе тек Құдайдың сөзі болды. Кейін Дәуіт киелі үйге барған кезде мынадай жыр жазған екен: «Адамдар маған жаратқан иенің үйіне барайық дегенде қатты қуандым». Дәуіт патша болғандықтан оның өмірі су жағасына отырғызылған ағаш сияқты мезгіл сайын жеміс беріп, жапырақтары да қурамай табысты болды деген ой келуі мүмкін. Алайда шындығында оның құдайсыздар, күнәқарлар мен мазақтаушылардан көрген қиыншылықтары табыстан гөрі көбірек болған. Керісінше, сондайлардың жағында тұру оңайырақ әрі сәтті боп көрінген. Мүмкін біз өзіміз өмір сүріп жатқан осы әлем өмірі де сонымен бірдей көрінеді. Құдайдың сөзіне сай өмір сүрмей, басқа адамдарға қысым көрсетіп, оларға қиыншылық беріп жүретіндер және ондайлармен бірге жүргендер бақыттырақ өмір сүретіндей. Әйтсе де сондайлардың арасында да оңаша отырып, Құдайдың сөзін оқып, соған мойын сұнатын себебі Забур жырларының 1 тарау 6 аятына бола екен. Құдай сөзін оқып жүретін өмірді ол біліп, қабылдап, қамқор болады. Балалар, әрине бақытты өмір дегенде көп жеміс беріп, жапырағы қурамайтын өмір және жасаған істерінің бәрі нәтижелі болуы мүмкін. Алайда шын бақытты өмір Құдайдың сөзін оқып, соған қуанатын өмір. Сондай-ақ солай жүріп жатқан бізді Құдай біліп, қабылдап, қамқор болатын өмір екен. Енді 1 жылды аяқтап, жаңа жылды қарсы алатын бәріміз Құдайдың сөзімен жүріп, соған қуанып, Құдай біліп қабылдайтын өмір сүрсек екен деймін.